Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін жұма күні, жұмаларыңыз мүбәрәк болсын. Барлық қазақстандықтарға дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Достар, осы мен күнде эфирге шығып жатырмын, айтып жатырмын, осы жұмыс туралы, Англиядағы жұмыс туралы көптеген сұрақтар маған адамдар жазып жатыр. Енді в основном мен айтатыным 49-50 жасқа дейін. Возраст ограничения бар. 49-50 жасқа дейін ең көп жазатын кісілерге айтып жатырмын. Көбінесе 50-ден асқан кісілер жазады. Екіншіден, көбісі түсінбей қалып жатыр, мені Англияда жүр деп ойлайды. Бірақ мен Англиядан октябрьде келіп алғанмын. Октябрьдің 4-інде данный момент мен Қазақстанда жұмыс жасап жатырмын. Көбісі кісілер жазып жатыр маған, сіз 15 күн барып келіп істейсіз Англияға, 15 күнге қанша зарплата шығады деген сұрақтар жазып жатыр. Дұрыс түсінбей қалып жатыр ау деймін деп жатырмын адамдар. Сондықтан осы видеоны салмақшы болдым. Мен Англиядан келгем октябрьде, қазір Қазақстанда жұмыс жасап жатырмын. Жұмысым вахтовый, 15 күн істеп, 15 күн демалам. Сондықтан қате түсінбеңіздер. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Кейбір адамдар түсінбей қалып жатыр. Сол возраст ограничения 49-50 жасқа дейін. Сосын айтатыным, маған шыққан адамдарға мен информация жіберем, сразу жіберіп жатырмын ссылкаларын. Кейбір адамдар ондай толтыратындар өздері толтырып жатыр, толтырылмағандар маған шығады, шығарсаңыздар болады. Не айтайын енді тағы да. Пожалуйста, тиктокқа емес, сразу ватсапқа жазсаңыздар. Тиктогым өте көп сообщение толып кетіп жатыр. Тиктокты ашып жауап бере алмай жатырмын. Сондықтан мүмкіндік болса, сразу ватсапқа жазсаңыздар. Мен видеоларымда бүкіл жерде ватсап номерімді айтып өттім, соны қарап, соған қарап, сол номерді жазып алып, сразу ватсапқа шықсаңыздар болады. Жаңағы сол видеоны көретті адамдар маған сразу тиктокқа жазып жатыр. Тиктокта көп тұрып қалады, ол оқылмай. Пока мен оған жетем дегенше уақыт кетеді. Солай, достар. Қазір сайттар ашық тұр. Қазір Fruitful Jobs, Осырыдек, сосын Агричар, агропрактиканың анкетасын толтырып қоясыздар, бірақ вакансиясы жабық тұр. И Конкордия Украинаның сайты IIS деген сол ашық тұр. И тағы бір сайт ұмытып қалдым ғой. Соларға толтырсаңыздар болады. Қолдарыңызға загранпаспорт дайындап алыңыздар, справка несудимости дайындап алыңыздар. Сосын алға, вперед сайттарды толтырыңыздар. Бір толтырғанда барлық сайттарды толтырып қойсаңыздар болады подряд. Сосын әйтеуір біреуінен кеп қалар деген үмітте болыңыздар. Әйтеуір 5-еуін толтырсаңыз, 5-еуінің біреуінен кеп қалар. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік. Аман болыңыздар, табысты болыңыздар. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Дендеріңіз сау болса, барлығы болады. 2 қолға 1 күрек табылады. Әрекет қылыңыздар. Сау саламатта кездесейік.